Biz muallimler test kirетін кезде тесттер кезек платформасына кіру батырмасына басып, өзімізге берілген логин парольді кіріп, осылай кірген кезде төменгі жақта мұғалы, мысалы, біліктілік тестілеу, педагогтердің білім алу. Осы бөлімге кіріп, қай бізде мектепке дейінгі орта білімдер мұғалімдеріне арналған сынақ таңдау, мысалы, менде информатика пән. Тапсыру тілі қазақша тестілеу бастау. Осылай өздеріңіз пән бойынша 100 сұрақ болады. Осылай пәнді тапсырып көрсеңіздер болады. Дайындалуға болады осылай тесттер келіп. Тестілерді шешіп болған кейін тестілерді аяқтау батырмасын басамыз. Мен балын шығады, қатемен жұмыс. Осы жерде, мысалы, менде бірінші сұрақта аны белгілеген, бірақ дұрыс жауап е болады екен. Осылай қатемен жұмыс жасауға болады. Орындап болғаннан кейін шығу батырмасын басып шығып кетуге болады.